Сәлем достар, менің есімім Гүлнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеоблогты түсіріп отырған мақсатының бірі, мен Стамбулға көшіп келгеніме 3-ші күн. Және де Түркияны табиғатын, тілін, сериалдарын, тамақтарын, салт-дәстүрін, мәдениетін ұнататын адамдарға арнайы, пайдалы, қызықты ақпараттар беретін видеоблог болсын деп алғаш рет түсіріп отырмын. Сонымен қатар алдағы уақытта Түркияға оқуға түскісі келетін, көшіп келгісі келетін, үй алғысы келетін, жұмысқа тұрғысы келетін адамдарға пайдалы ақпарат болсын деп мен осы каналға видеоблогтар жүктеп отыратын боламын. Бүгін 3-ші күн болған үшін, Стамбулға көшіп келгенім сіздерге осындай бір пайдалы менің көзіммен Түркияны, Стамбулды көрсін деп түсіріп отырмын. Яғни мысалы көшкісі келетін адамдар толық ақпаратты білмей жатады. Сол себепті менің осы Стамбулда аяғыма тұруыма байланысты сіздердің осы видеоблогтан көрулеріңізге болады. Бір өзіңізге деген пайдалы ақпарат алсаңыз болады. Себебі маған деген осындай деп айтқан адам болған жоқ. Сол себепті мен сіздің сондай бір құрбыларыңыз болғым келеді. Көшіп келу тұрғысында, жұмысқа тұру, оқуға түсу, осындай пайдалы ақпараттармен осы видеоблогта бөліскім келеді. Бүгін 3-ші күн болғандықтан сіздерге бүгін қысқаша бір 3-ші күннің өмірін түсірдім. Әрі қарай бүгінгі 3-ші күннің видеосымен таныссаңыздар болады. Так, міне нандар 8 лира, где-то 400 теңге мынау. Мында кесілген нан 4 лира, 200 теңге. 9 лира, бұлар уже андай непростой нандар. Мына жерде нандар бар 5 лира. Енді где-то нан бағасы 200-150, бірақ бізден қымбатырақ. Коланың бағасы 1 литр 300 теңге, почти, но біздікімен бірдей. Так, Стамбулда, вообще Түркияда тәтті печеньялар өте көп, выпечкалар. Сол үшін мына жерде көре аласыздар. Ең мен жақсы көретін печеньяларым бірі, вот там печеньясы өте дәмді. Где-то тұрады 120 теңге. Мынау Шок деген супермаркет. Мына жерде бағалар төмен, басқа супермаркеттары қарағанда. Бұл қатты дәу емес, кішкентай. Овощылар арзан. Мысалы, мына капуста 2,75, ол 100 теңге тұрады примерно. Помидор 7 лира, где-то 300 теңге 1 килограмма. Так, біз Стамбулдың бір көшелерінде жүрік, аралап. Мұнда сүйкімді үйлер. В общем, маяқта өздерінің адамдар тұратын бір район, кажется, өте әдемі, кішкентай район. И біз просто ешқандай плансыз әйтеуір изучать етіп жүрік Стамбулды. Бірақ мусор жоқ достар, бұл жерде мусор. Вообще адам аз, адам жоқ. И біз маскасыз ұрып жүріп, вообще. Енді қайта айтам, ауа райы вообще күшті болып тұр. Машалла. Оларда локдаун болуы мүмкін. Welcome to Miami деп па? Неге мен деп па деп берем? Деп па деп айтсам. Пляжға келдік. Елдерде пикник.
Осымен достар, Стамбулдағы 3-ші күнді менімен өткізгендеріңізге рахмет. Осы каналға жазылыңыздар, колокольчик қойыңыздар, лайк басыңыздар, және де комментарийға қандай тақырыптарда видео түсіргенімді қалайтындарыңызды жазып кетіңіздер. Көріскенше!